мінекей достар, менің өте ащы раменім дайын болды. Және де бұл сіздерге болған оңай болмас үшін мен оның қасына ащы саңырауқұлақтар мен мынандай кимчи алдым. Өте ащы, яғни бұл өте ащы капусталар. Және де менде бүгінгі қонақтың қонағы бізде спрайт. Осылайын жаттап алыңыздар. Мен бұны сіздердің қастарыңызға қойып қоямын, что мен бұны ішпес үшін. Бұл сіздер бұны қарап тұрсаңыз оп-оңай, міне мынау дейсіздер, бірақ бұлардың қандай ащы екенін сіздер білесіздер деп ойлаймын. Егер де білмесеңіздер, алып жеп қараңыздар. Мен кеше бұны жеп көрдім, және де мен бұны өзін ғана сумен қосып, сумен сотпен жеген болатынмын. Соның өзінде де мен тамағым барлығы ашып кетті, ал қазір мен оны сусыз, соксыз ештеңе ішетін боламын. Еще қасына салат қосып. Ал олай болса бастайық. Мен бана таңертең тұрған кезде ештеңе жемедім, және менің асқазаным бұлайынан қалай өртеніп бара жатқанын сезініп тұрмын. Ал енді оның қасына біз саңырауқұлақты қосайық. Және бұл лапшаның ең ащысы, яғни оның лапшасы да ащы, ал бірақ ең қатты ащысы оның сорпасы, яғни суы. Өте ащы, және бұл сіздердің обычный роллтон емес, бұл рамен, және де ол өте, бұны жеген адамдар білетін шығар қалай ащы екенін. Қыста ішкен өте керемет, өйткені мұрныңыздың ішінен бүкіл теңіз шығып кетеді. Достар, жаңа память бітіп қалған болады, және мен телефонда керек емес заттардың барын удалить етіп тастадым. Және де соңғы қалған заттарын жеп тастайын. Мен аузым әлі де ашып тұр, кішкене уақыт өткенмен, бірақ мінекей су ішінде әлі тұр, әлі ішкен жоқпын. Алып жіберейік. Мынандай ащы капустаны жейді. Бұл су ішіп қойманың ең бастысы, ол мынаның ішіндегі оның мінекей сорпасы. Мен төгіп алдым оны. Ал енді бұл уды ішейік. Бұның ішіндегі приправалар астында қалып қояды. Тамағына келген кезде олар ашылып, уды ашытады. Бұл видеода мен ешқандай да суды ішкен жоқпын. Сендерге бұл видеоны аудио ойдамын. Ұнаса сақын жоға тұрған бесін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және тағы да арнамда су ішіп қойманы көргің келсе, онда осы видеода 200 лайк жинайық. Сол кезде мен су ішіп қойма дегеннің жаңа бөлімін шығаратын боламын. Және ол видеода мен KFC жейтін боламын. Олай болса тезірек 200 лайк жинайық.